Ассалаумағалейкум. Бірінші бөлім, екінші сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бұл сабақта біз бүгін құлпынай нарығының қаншалықты бос және де қандай бәсекелестік бар, сол жайлы айтатын боламыз. Енді қазір мына жерге кішкене бір ертегіні сіздерге көрсетем. Бір ертегі болатын шығар енді сіздерге. Жалпы мысалға бізде Қазақстан бойынша 5000 өндіруші бар деп есептейік. 5000 адам, жалпы 5000 адам құлпынай өндіреді. 5000 адам құлпынай өндіреді. 5000 адам мысалға қанша өндіру мүмкін? Әрқайсысы 1 гектардан егетін болса, мысалға 5000 адам 1 гектардан ексін. 1 гектардан ексін. Егер 1 гектардан егетін болса, мысалға гектарына 15 тоннадан алсын. 15 тонна құлпынай алады. 15000 килограмм. 15000 килограмм құлпынай алсын. Енді біз 5000-ді 15000-ға көбейтетін болсақ, 5000 көбейтеміз 15000. Бізде 75 миллион килограмм құлпынай шығады. Енді бұл жерде тағы да 5000 адам өте керемет, өте мынау құлпынайды қалай өндіру керек, қалай дәрісін, витаминдерін барлығын уақытысында беріп, дұрыс өндіріп жатса, сол кезде алынатын бұл көлем 15000 килограмм, және де 75 миллион килограмм ол 5000 адам өндірді дейік. Енді бізде Қазақстан бойынша статистикаға сүйенетін болсақ, жалпы 20 миллион халық бар. 20 миллионның 10 миллионы құлпынай жемейді деп есептейік. Енді 10 миллион халық құлпынай жейтін болса, бізде сәйкесінше 75 миллион килограммды бөлеміз 10 миллионға. 10 миллион халық құлпынай жеді деп есептейік. Жалпы бұл жерде енді бөлетін болсақ, 75 миллионды 10 миллионға бөлетін болсақ, бұл жерде 7,5 килограмм шығады. Сонда әр адам басы бір адам. Бұл жерде енді бір жылдық есеп, жалпы бір адам 7,5 килограмм құлпынай жейді деп есептейік. Енді бұл құлпынайдың сезоны өзі бізде Қазақстанда және шетелдерде де негізі жалпы бір мәрте ғана алынады, бірақ шетелде қазіргі уақыттарда жыл 12 ай құлпынайды алып, теріп, сатып жатыр. Бізде Қазақстанда жалпы бір-ақ рет алады. Енді бұның ішінде тағы да 2 рет алатындары да бар. Мысалға өздеріңіз ойлап қараңыздар, 10 миллион халық 7,5 килограммнан әрқайсысы жейді ма, жемейді ма? Мысалға өздеріңіз ойлап қараңыздар. Дәл қазіргі уақытта той бар, басқа бар, ол жаққа да қойылады. Енді бір адам 7,5 килограммнан көп жейді негізінде. Мысалға сіз өзіңіз 7,5 килограмм жедім, болды Қазақстанға жетсін, мен жемеймін деп айтпайсыз. Жалпы сіз 10 кило, 20 кило, 30 килоға дейін адам жей береді. Жалпы 365 күн бір жылда 7,5 килограмм ол өте аз. Міне осындай сказкамыз бар біздің, кішігірім ертегіміз. Жалпы бұл жерде мысалға мынау 5000 адам өте керемет өндірген кезде ғана 75 миллион килограмм құлпынай аламыз. Жалпы бұл біздің кішігірім ертегіміз. Қазақстанда 5000 адам жоқ негізінде өндіріп жатқан. Бұл жерде 3000-4000 болуы мүмкін. Онда да олардың әрқайсысы 1 гектардан өндіріп жатыр деген, ол да кішкене қиял ғажайып. Біреулер 10 соттық, біреулер 20 соттық, біреу 50 соттық, әр кетсе 1 гектар, 2 гектар өндіріп жатыр. Енді соның орта есеппен алған кезде міне осылай шығып тұр. Енді бұл нені білдіреді? Бұл біздің Қазақстанның нарқы бос деген сөз. Бос болғанда жеткізе алмаймыз. Мына жерде 10 000 адам болса да, бұл жерде біз құлпынайды жеткізе алмаймыз. Және де 10 миллион халық құлпынай жеп, қалған 10 миллион халық қарап отырмайды. Ол жерде енді 1-2 миллион жаңағыдай сәбилер болатын болса, ол жерде ар жағында 17-18 миллион халық. Ол әрқайсысы жоқ дегенде 1 килограммнан жесе, ол деген бізде сұмдық жаңағыдай құлпынайдың килограммдары көптеген тонналар, көптеген миллион тонналар қажет болады. Енді бізде дәл қазір Қазақстанда өздеріңіз байқайтын болсаңыздар, жаздың күні май айында ғана 1 айда
жаңағыдай құлпынай піседі. Сол кезде барлығы жеуге әрекет жасайды. Ол кезде сіз мен 7,5 килограмм жедім болдым деп айтпайсыз. Сіз 10 килограммға дейін жеп қоясыз. Сіздің бала шағаңыз бар, әрқайсысы 1 килодан жейді. Мысалға бізде нарық бос. Енді ары қарай қарайтын болсақ, мынау шетелден бізге келіп жатыр қазіргі уақытта құлпынайлар. Біз өзіміз жеткізе алмағандықтан бізге тағы да қосымша Түркия, Өзбекстан деген секілді жан-жақтан сырттан келіп жатыр бізге құлпынайлар. Олардың өндіріп жатқан құлпынайының өзі біздің нарыққа келіп түскен кезде ол бізге 2-3 күнде келеді. Жаңағыдай неден жолдан өтіп келем дегенше оған 1-2 күн уақыт кетеді. Ол кезде ол таза балғын, свежий құлпынай болып келмейді. Ол да бар, оған да қарайды. Ол да кішкене шіруі мүмкін. Ол жерде де біраз құлпынайлар шіріп, жаңағыдай мусорға кетеді. Оны да ескеруіміз керек. Одан бөлек олардың кіргізіп жатқан құлпынайының өзі келгеннің өзінде ол біздің нарықты толтыра алмайды. Оны өздеріңізде қазіргі уақытта көріп жүрген шығарсыздар. Бізде жыл 12 ай немесе 6 ай тоқтамай біздің базарларымызда, біздің үлкен тауар сатып жатқан жерлерде құлпынай әрдайым тұрады деген нәрсе, ол да бізге шындыққа жанаспайды. Оны өздеріңізде көріп жүрсіздер, бәріміз көріп жүрміз. Тек қана 1 ай, 2 ай құлпынай болады, болды, ары қарай құлпынай болмайды. Біз енді ары қарай тағы да құлпынайды 12 ай немесе 8 ай, 9 айға дейін өндіріп сатуға соны әрекет жасауымыз керек. Егер солай жасайтын болсақ, мүмкін біз кішкене болса да бір 50% болсын Қазақстанды кішкене құлпынаймен қамтамасыз ете алатын шығармыз деп ойлаймын. Жалпы енді құлпынайдың пайдасы өте керемет, оны барлығыңыз білесіздер. Біздің кейінгі сабақтарды көретін болсаңыздар, ол жақта бізде құлпынайға қандай да бір витаминдер, қандай да жаңағыдай калий, магний, железа, көптеген витаминдер қосылады. Сол себепті бұл адам ағзасына өте пайдалы. Бұл нарық өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бос деп айтқан ол кішкене жай айтылған нәрсе болуы мүмкін. Одан да қатты айтылатын нәрсе негізінде бізде Қазақстанда 5000 адамның барлығы тәжірибесі бар, сондай мықты керемет кісілер емес. Оны өзім көріп жүрмін. Жалпы чаттарда 1000-2000даған адамдар отырады, бірақ барлығының қоятын сұрақтары бір сұрақты күнде қояды. Оны бір адам түсінсе, бір адам түсінбейді. Сондықтан бізде Қазақстанда білімді мықты болып өсіріп, өндіріп атқан адам мүлде аз. Бар болса да, ол кісілер ары қарай үйреткісі келмейді, немесе уақытысы жоқ. Сол секілді жаңағыдай олардың өздерінің егіп жатқан 1 гектар, 2 гектар, 10 гектар құлпынайларымен милары ашып, ешкімге үйрете алмай жатыр. Міне осындай біздің статистикамыз осындай болып тұр дәл қазіргі уақытта. Енді бұл ертегі. Енді Құдай қаласа біздің келесі сабақтарымызды көріп, сіздерде жақсы өндіруші болып, өздеріңіз 1 гектар болмаса 1 соттық, 10 соттық деген жерлерге егетін болсаңыздар, өздеріңіздің жоқ дегенде ауылдарыңызды қамтамасыз етіп, солай өздеріңіз жақсы пайда тауып отырасыздар. Енді барлығы айналысып кетеді екен деген әңгіме жоқ бұл жерде. Сіз айналыссаңыз, біреу айналыспауы мүмкін, біреу түсінбеуі мүмкін, біреу бұл сабақты 10 рет көруі мүмкін, біреу 1 рет көріп түсінуі мүмкін. Сол секілді бұл нарық толам дегенше, оған біраз уақыт керек деп ойлаймын жалпы. Құдай қаласа осы біздің беріп жатқан білімдерімізді алыңыздар, келесі сабақтарға қатысып, ары қарай бізбен бірге дамыңыздар.